Assalomualaikum dostlar. Bugün bizde Toyota 20-20 keldi. Bu birden o'shib qoldi. O'tolmay жатыр deb kelgan edi. Buni biz qarab ko'rdik. Сөйтсек, mына жерде GRM remen uzilib ketgan. GRM remen buni ауыстыратын боламыз. Қалай ауыстыруға болады? Өзіміз ауыстырсақ та болады. Кішкене бір инструменттер болса болды бұған. Соны қалай ауыстыруға болатынын қазір осы видеодан көретін боласыздар. Алдыменен бізге генераторда босатып алайық ремен. Сосын астында гордың ремені бар. Оны босатамыз. Сөйтіп мына крышканы ашамыз. Бұның помпасынан да су жіберіп жүрген. Помпаны да ауыстыратын боламыз. Ендеше алдымен біз генераторды босатайық. Генераторды босату үшін мына жерде 12 гексін босатамыз. Сөйтіп мына 12-ні бұрасақ, генератор астына қарай түседі. Сөйтіп ремені шығарып аламыз. Мінекей генератордың ремені босады. Бұны шығарып аламыз енді. Ремен шықты. Енді астындағы шкифті босатамыз. Ол шкифті босатпасақ болмайды. Ол үшін бізге 19 головка и помогатель керек. 19 головка и помогатель. Нені тормозды басып тұршы. 5-ші скоросқа саламыз тоже бұны. Сөйтіп тормозды басамыз. Сол кезде астындағы коленвал айналмайды. Ұстап тұратын болады. Қазір шешіп қойғым. Шлей қатты қысылып кеткен. Біз босатып алайық бұны. Оны әбден әрекет көрдік, шешілмей жатыр бұл. Енді бұған басқа бір әдіс бар. Соны қолданып көреміз. Қазір оны сіздерге көрсетемін. Бізге ол үшін мынандай жесткий 19 керек болады. Бұны дәл осылай саламыз. Осылай салып, қазір машинені оталдыратын боламыз. Дәл осылай қазір стартерді қуып көреміз. Қанды стартерді қуып көріңізші. Бол! Бізде мынау арт жағы сынып кетті күлішіміздің. Басқа күліш қолданамыз енді. Неге достар, екіншісini салдық. Қаны айналып көріңізші. Болды. Неге көрген болсаңыздар, бұл босады қазір. Босады ма? Босамайды. Бірақ бұл Рамадан жүрген жерінен бұзақтады. Жарым қалмады, шешесі бірдеңе болып қойды. Мінекей достар, коленвалымыз шешілді. Кімде-кім өстіп коленвал шеше алмай әуреге салынып отқан болса, өстіп шешуге болады бұны. Енді шкифті шығарып, мінекей достар, қазір бұны бізге оңайлықпен шықпай жатыр бұл шкифіміз. Бұны енді дөңгелекті шештік. Енді мына екі жамбасынан
мына ұқсаған монтажға салып қимылдатып тартатын боламыз. Сол кезде шығу керек. Мына іш жағына ТВ-40 шашамыз. Мінекей достар, бұны астындағы шкафты шешіп алдық. Енді мынау защитаның болттарын шешіп аламыз, айналдырып. Сосын мына подушканың креплениясын шешеміз. Бұл мына жерде бір болт, мына екі болт, үш болтпен тұрады. Сосын мына пластмасс шығатын болады. Мінекей көріп тұрған болсаңыздар, мына екі гайканы шешу керек. Сол кезде подушкамыз босайды. Мінекей достар, бұны астыңғы жағын бәрін шешіп, мына крышкасын ашып алдық. Ременіміздің жағдайы мынау. Ендігі мәселе бұда. Мынау жоғары жақтағы крышканы шешеміз. Пластмассының крышкасын. Енді үзілген ременімізді аламыз. Мінекей достар, ременді де шығарып тастадық. Енді бұл жерде біз натяжной ролик ауысады. Сосын мына помпамызды кетіп қойған. Мінекей помпада қымылдап жатыр. Бұл помпасын да шешіп ауыстыратын боламыз. Қазір барлығын шешіп алайын. Мінекей достар, бұны бәрін шештік. Помпаны да шешіп алдық. Бізде енді ауысатын заттар мынау натяжной ролик. Екеуі де ауысады бұлар. Екеуінде уже дыбыс шығарып қалған бұл. Сосын мынау помпамыз ауысады. Помпада да звук бар ода. Қалған енді зажигание қалай қойылады, олардың бәрін ремен, помпа заттарын алып келгеннен кейін көрсететін боламыз. Мінекей достар, бұны помпа алып келдік болған. Новый помпа. Крем ремен. Мына екі подшипнигі. Осыларды салатын боламыз енді. Бұларды салудан бұрын мына жағын помпаның орнын жақсылап жуып тазалап помпаны отырғызамыз бойынша. Мінекей достар, помпаны герметик жағып алдық, прокладкасына да жұқалатып. Енді осы күйміне жаға саламыз. Мінекей достар, помпамызды қойып алдық қазір. Жақсылап жайғастырып, қадырып. Мына жағында да генератордың астында креплениясын да қатырып алдық. Лос помпаның үстінен қатады. Енді натяжной роликтарымызды орнына жайғастырып алайық. Мінекей достар, роликтарын орнына қойдық. Мынау натяжной ролигі бұл. Ол үйтіп тартылады. Ремен салған соң мынаны қыссақ болады. Астындағы ролигін де қойдық. Бұда екі ролик тұрады. Мына шкафтарын ауыстырған жоқпыз. Бұл өзі жақсы. Енді бізге қойылатын меткасы. Енді зажиганияның меткасы. Жақсылап көрсететін болам. Мінекей достар, камерада дұрыс көрініп жатқан болса, мынау ойықты көріп жатқан болсаңыздар, қазір отверткам тиіп тұр ма? Осы ойық. Мынау неде головкада болады бұл. Осы ойыққа мына жерде шкифтте мынау тесік бар. Осы тесікті соған туырлаймыз.
мына ойыққа мына тесікті торлаймыз. Үстіңгі жағы осылай болады. Енді астын көрсетемін қазір. Астыңғы шкифті байқасаңыздар, мінекей, бұда да кішкене мынандай мынау зубтың несінде мінекей кішкене ойық жері бар бұда да. Осының арасында болады ойық. Қазір жанынан қараса көріне ма? Мен бұған замазкамен метка беріп қойдым. Мінекей. Мына ойық. Мінекей кішкене ғана өзі білінер-білінбес болып тұрады. Осы жерге мен қазір қойған кезде адаспау үшін осындай метка бердім. Мінекей. Осы метканы мына жерге қоямыз. Мынаған мінекей. Осы шығып тұрған жеріне кішкене осы жерге туырласақ, зажигание астыңғы жағы тура болады. Сөйтіп үстін келтіреміз. Сонымен ремен сала берсек болатын болады. Қазір шкифті саламыз енді. Мінекей. Шкиф салынды. Үстіңгі жағындағы қалыңдығы. Оны кейін салсақ та болады. Қазір жәндегі мен берген метка. Мінекей. Мына жерде бір ойығы бар. Жақсылап қарасаңыздар шығады ол. Осыны мынаған алып келеміз. Жәндегі мен көрсеткен осы жерге алып келу керек. Қазір орнына келтіріп алайын. Мінекей достар, бұны ойығын сол меткасына алып келдік. Мінекей көрініп тұрған болса, тура осы зажигание. Ана екі тістің арасын көрсеңіздер, сол жерде ойық жері бар. Жоғарысында бөртіп шығып қойған жері бар. Соған туырлайсыздар бұл асты. Қазір үстін туырлап алайын. Мінекей үстіңгі жағы, мына тесікті мына ойық жерге алып келеміз. Ямкіге. Мінекей. Осылай. Осылай дұрыс болады. Мына точка жәндегі ойыққа тұру керек. Енді ремен сала берсек болады. Мінекей ременді саламыз енді. Алдыменен астыңғы коленвалды. Сосын помпаны айналып өтеді бұл. Астыңғы жағына барады. Қазір өткізіп алайын. Мінекей достар, бұл ременімізді салып қойдық. Меткалары бәрі орнында. Тағы да бір көрсетіп кетейін. Мынау точка. Осының арт жағында, мына неде, головканың осындай жерінде бір ойық бар. Мынаның артында тұру прямо. Сол ойыққа тұрады. Мына жақтары. Астыңғы жағы. Мінекей, мен бағана замазкаменен точка қойғанмын. Ана көріп тұрған болсаңыздар, екі зубтың арасында ойық жері бар. Сол ар жағына жәндегі не дейді, насостың несінде, мінекей мынау ойық жер. Астыңғы жағындағы көтеріліп қалған жерге тура келу керек. Зажигание қойылды. Енді астындағы коленвалдың шкифін мынау
қоя берсек болады. Үстіңгі жағында жинаймыз. Сосын оталдырып көретін боламыз. Үстіңгі жағын крышкасын жауып, шкифті қойып, гордың ременін саламыз. Гордың ремені, одан кейін генератордың ременін салып, сосын оталдыратын боламыз. Мінеке достар, бұны барлығын жинап болдық. Генератор ременін салдық, гордығын салдық, крышка бәрін жинадық. Мына жақтағы коленвал шкифті де қатырдық, бұны жақсылап. Енді бұған жәндегі суыны құйып, оталдырып көретін боламыз. Мінеке достар, суыны құйдық. Енді машинемізді оталдырып көретін боламыз. Мінеке достар, бұны қазір оталдырып көреміз. Мінеке бұл жарты оборотта оталып отыр, зажигание ровно. Осылай өздеріңіз үй жағдайында ауыстыруға болады. Меткаларын көрсеттім. Шкиф, коленвал шкифті қалай шешу керек екенін әдістерін көрдіңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, қазақ тіліндегі YouTube каналын даму үшін өз үлестеріңізді қосыңыздар. Рахмет, сау саламат болыңыздар.